Спорттың адам өмірінде алатын орны зор екендігін бәріміз білеміз. Спортпен айналысқан адамның денсаулығы мықты, өзі шыдамды болады. Біздің ата-бабамыз тәні саудың жаны сау деп бекер айтпаған. Спорт адамзатпен қатар дамып келеді. Оған әлемде ұйымдастырылатын түрлі спорт сайыстары дәлел. Бүгін біз спорттың басқа қырын қозғаймыз, яғни спорттық сайыстарда болған ыңғайсыз сәттер. Ең алдымен баскетбол спортынан бастасақ, кезекті баскетбол сайысында Волкер есімді ойыншы сәтті соққы жасадым деп соңына дейін күтпей ерте қуанып қойған болатын. Себебі ол бұрыла салып жеңіс биін салған сәтте доп корзинаға түспей шығып кеткен еді. Ыңғайсыз сәтте осыны айтады. Профессионалды баскетболшы Сэм Декер тамаша пасқа ие болып, гол соғу мүмкіндігі пайда болған сәтте өз аяғына оратылып құлап қалады. Осы сәтте ол қатты ыңғайсызданған шығар. Ал келесі ыңғайсыз сәтте баскетболшы тіпті өзін жоғалтпай ыңғайсыз жағдайға қалса да, жанкүйерінің сусынынан дәм татып та үлгерді. Францияда Порше кубогының жүлдесі өтіп жатқанда қызықты жайт орын алды. 20 жасар Жюль Гоннон есімді жарысушы өзінің қарсыласы Джоффри Денардтың көлігімен соқтығысып, шатырына шығып кетеді. Соққы қауіпті емес, керісінше езу тарттырардай болған сияқты. Теннис ойынын әлемнің көптеген елдерінде жанкүйерлер сүйіп тамашалайды. Ал мына жұптық кездесу кезінде көрермендердің көңілі бір көтерілген шығар. Спортшы допты қарсыласының бағытына жіберем деп, байқаусызда серіктесінің басына бағыттап жібереді. Кейде қарсыласыңды бағалағанда жөн. Әйтпесе мына UFC спортшысы сынды ыңғайсыз жеңіліске тап болуыңыз мүмкін. Ол рингтен жанкүйерлерге сәлем жолдаймын деп, мойны қалай ашылып қалғанын байқамай, буындыру арқылы жеңіліп қалады. Кейде жеңіске бір табан жақын тұрғанда ыңғайсыз сәтке тап болып қалуың мүмкін. Коньки жарысында спортшы бәрін артта қалдырып келе жатқанда сүрініп құлап түсті. Расымен де асығыс шешім қабылдау дұрыс емес. Хоккей ойынына да келіп жеттік. Кейде жанкүйерлер де ыңғайсыз жағдайға қалып жатады. Мысалы, мына ойында спортшы таяқшасын көрермен тарапқа лақтырған сәтте, сүйікті ойыншысының олжасына ие болғысы келген жанкүйерлер таласып, тартыса бастайды. Сырттан қарағанда өте ыңғайсыз көрінетін сияқты. Қызықты сәттер футболда да көп болатыны бәріне аян. Кезекті ойында жартылай қорғаушы Эрго Деллес ойында аяқ жарақатын алады. Дереу жетіп келген дәрігерлер ойыншыны төсеуге қалай болса солай жатқызып, тез алып кетпекші болады. Бірақ олар ыңғайсыз сәтке ұрынып, жарақат алған ойыншыны бірнеше рет жерге құлатып алады. Осы сәтте футболшы аман болса екен деп қаласың. Ал мына гол теңдесі жоқ гол тәрізді. Хоккей сүйер жанкүйерлер осында ерекше голды көптен күткен сияқты. Кезекті ойында шайбаға талас сәтінде ол жоғары көтеріліп қақпашының шалбарына кіріп кетеді. Ештеңе байқамаған ол қақпаға шайбамен еніп кетеді. Кезегінде төреші өз-өзіне гол салды деп шешім шығарады. Видео сіздерге қызықты болды деген үміттемін. Ұнаса лайк басып, өздеріңізде қандай қызықты жайттар мен ыңғайсыз сәттер болды, соны пікірге жаза кетіңіздер. Ал подписаться батырмасы әлі қызыл болып тұрса, тіркеліп, оны сұр қылуды ұмытпаңыз. Келесі видеода жолыққанша.